Жүр, тез барайық, иә? Аха. Жаным қызым, екеуміз кешігіп қалмайықшы. Анашым, Ал, менің туған күніме 3 күн қалды. не сыйлайын саған, айтшы қызым? Білмеймін, әлі ойланбадым. Жүр, келді ғой деймін автобус. Жүр, кіреміз, иә? Я. Жүр, абай. Сіз бүгін кешке таман боссыз ба? Не болды? Мен сізді кешке қарай мейрамханаға апарғым келген. Мардан, сабағыңа бар. Мен сабағым бітіп қойды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сәлем, Мардан. Сәлем, Айару. Бүгін ұстаз ашулы. Неге? Білмеймін, қабағынан Астананың қары жауып жатыр. Естігенімше, кеше түнде мысығы қайтыс болыпты. Қош. Соған қайғырып жүрген ау. Жақсы, онда сәттілік. Тірі шықсын, кездесеміз. Отырысына қарағанда мысығы қайтыс болған адамға ұқсамайды ғой. Айару, Ау, бүгін ұйқың қанбаған ба не? қанған. Онда неге дұрыс шертпей отырсың? Дұрыстап тартсайшы. Жарайды. Ұстаз, қайғыңызға ортақпын. Ау, Көңіліңізді түсірмеңіз. Бұрын менің де Мурка деген мысығым болған. Ол жоғалып кетті. Ол жоғалғанда қатты қайғырған едім. не айтып жатырсың? Қайдағы мысық? Сіздің мысығыңыз өлмеді ме? Айару, сен білмейсің ба не мен мысықты жек көретінімді? Баршы, Айару, келесі сабағыңа баршы. Жарайды, сау болыңыз, апай. Тез. Аха. Сендердің кесірлеріңнен апай мені сабақтан шығарып жіберді. Бәрін бүлдірген Мардан. Айару, саған не болып қалды? Қойш, Мардан, сенің кесіріңнен мұғалім шығарып жіберді. Мысығы өлмеген бе? Өлмепті. Ой, мен тек естіп едім да. Онда қаттан тіріліп кеткен ғой. Мысықта 9 жан болмай ма? Значит, әлі 8 жаны бар. Айтпақшы, Айсұлу, өткен туған күнімен Рахмет. кешір бір алмадық. Сен де кешір, бірақ сені шақырмадың. Айару, сен туған күнің қашан? 3 күннен кейін. Сен мен шақыратын шығарсың, иә? Менің туған күніме есесіне көп адам келді. Ауылдан аталарым, апаларым келді. Көршілердің де бәрі келді. Ағаларым да келді. Маған бір күшті жылқыны сыйлады. Енді барлығы сен туған күніне келеді. Сен үлкен коттеджде тұрасың. Әкең мен анаң кәсіпкерлер. Сен үйіне барлығы баруды армандайды. Көре алмай отырсың ба? Я, көре алмай отырым. Зіреем нашар ғой енді. Айру, сен туған күніне кімдерді шақырдың? Ананнан басқа ешкім келмейтін шығар, я? Келеді, мен де шақырдым қонақтарды. Мысалы, көрші апай ма? Мысалы, анау кісі. Қайсысы? Анау жаныңдан келген әкім ба? Я, дәл өзі. Ол сен туған күніне не жоғалтты? Айару, өтірікте де кішкене дұрыстап айтсай. Мен шын айтамын, ол келеді. Мені олай жұлқыламаңдар, жіберіңдер демей, кімсің сен мені жұлқылайтын, жібер деймін мен саған. Енді сен сияқты телеканалға келмеспін. Әлі маған артымдан қалмай жалынып қайдадан шақырасыңдар жұмысқа. Сол кезде түфу мә келем сендерге. Әлі мен сендерге дәлелдеймін өзімнің қандай мықты журналист екенімді.
тағы да шығарып жіберді ма? Жоқ, ей, өзім шығып кеттім, ұнамады бұл жер. Саған бір жаңалық айтайын ба? Қазір бос емеспін. Айсұлу, Айарудың туған күніне кім келетінін білесің бе? Кім? Мына кісі. Қайырлы күн, құрметті менің достарым. Бүгін мен сіздерге керемет жаңалық айтам. Ол қандай дейсіздер ма? Жоқ, мен фортепиано ойнаудан конкурсқа бара жатқан жоқпын. Одан да керемет. Қысқасы былай. Менің құрбым Айарудың туған күніне кім келеді деп ойлайсыздар? Тадам! Қаланың жаңа әкімі. Оның как будто басқа тірлігі жоқ екен да? Дұрыс. Мысалға, көшеге шықсаң, асфальт шұңқыр-шұңқыр. Папам солай дейді. Әйтеуір. Не болса, дүкендегі азық-түліктің бағасын төмендету керек. Мама солай дейді ғой. Короче, әкім бұның бәрін тастап, Айарудың ескі үйіне туған күніне келеді екен. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сәлеметсің бе, Айсұлу? Естіп жатырмын, жағдайыңыз қиын. Сен де естіген екенсің ғой. Жақсы, мен де бәрі айта бер. Сізде шоковый жағдай болған шығар. Сол үшін бәрі дұрыс деп айтып жатсыз. Сабыр болыңыз. Менің де мысығым қайтыс болғанда, менің де жағдайым өте қиын болған. Түнімен ұйықтамай көзім қызарып. Я, менің де қазір көзім қызарып тұр, я. Мысығым қайтыс болды. Соның қазір асын беруге бар жатырмын. Сау болыңыз. Сау бол, Айсұлу. Бұл жағдай. Иә, неге шақырдың? Білесің ғой өзің, не көп журналист көп. Телевиденияға шығу үшін жақсы танысың болу керек, немесе бағың жану керек, не болмаса хайп жасау керек. Білесің, менде таныс жоқ, бағым да жанып тұрған жоқ сияқты. Соған сенен ақыл сұрайын деп едім, не істеуге болады? Онда сен TikTok арқылы хайп жасасай? Олай болмайды, қазір барлығы солай жасап жатқан сияқты ғой. Онда саған біреудің артын ашу керек. Не істеуім керек? Біреудің артын ашу керек. Кімнің мысалы? Жақында осы қаланың әкімі ауысқан жоқ бет. Оның да арты таза емес. Соны да ашкерелеу керек. Бұның да олардан артық емес. Я, дәл солай. Маған салса 10 күнде артын ашам. Алтыным менің кете бардым, амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймай дау. Мұндай кісілерге беретін ақшамыз болмай қалғаны ұят болды. Мен осындай мұқтаж адамдарға көмектесетін фирма ашуды армандаймын. Сонда ол фирма не істейді? Мен сол фирманың директоры болам. Ол фирманың директоры мен болам. Астымда қап-қара әдемі көлікпен келемін де ішке кірем. Іште жеке бөлмем бар. Көмекшім маған келіп, көп ақшамен қаладағы мұқтаж жандардың тізімін береді. Мен кезекпен оларға көмектесуді бастайтын едім. Мынау мұқтаж жандарға берілетін ақша, ал мынау оның тізімі. Мен соны бірте-бірте жасауды армандаймын. Ол үшін көп ақша керек шығар. Сен мынандай ақшаны қайдан аласың? Анаң балабақшада істейді, әкең қамаз айдайды. Ондай сенде ақша жоқ қой. Бұл енді негізгі проблема. Бірақ бұны шеше тек әкім шешер. Как раз Айарудың туған күніне әкім келеді ғой. Сол кезде айтасың да. Айаруға жаным ашиды. Ол кәдімгідей соған сеніп тұр ғой. Бірақ қайдан білсін, әкімнің Айаруда шаруасы жоқ екен.
Дәл қазір ол үйде отырып әкімді күтіп жатыр ғой. Әкім не істеп отыр екен? Аяуыр деген қыз туралы біледі ме екен өзі? Соны айтам, әкім қазір не істеп жатыр екен? Енді болды. Ей, не істедіңдер? Не мынау? Барыңдар, сабақтарына дайындалыңдар. Әкім мырза, тұрыңыз. Бүгін сіздің туған күніңіз. Сізді халқыңыз күтіп жатыр. Тұрыңыз, жуыныңыз. Түн болмағанда бүгін ұйықтайыншы. Есіңізде болсын, сіз әкімсіз. Ал әкімнің туған күні халқының жағдайынан маңызды емес. Тұрыңыз, жуыныңыз, дайындалыңыз. Мынау тұрған қаланың жаңа әкімінің үйі. Жаңа әкім болғанын қайтейін, халықпен әлі мардымды стратегиясымен бөліскенде жоқ. Дәл қазір міне сағат таңғы 8:10 болды, ал әкім болса әлі жұмсақ төсегінде ұйықтап жатыр. Мен сезем, демек бұл әкімнің де артық қуыс. Халық бұл әкімді 2 айда қуып шығатыны сөзсіз. Менімен болыңыздар, қызықтың бәрі алда. Мә балам, мектепке кешкесің, тамағыңды же. Талант балам, сабағың қалай? Жақсы, әке. Жақсы. Хадия, сенікші? Хадия сабақ оқымаса да, мұғалім 5 қоя береді ғой, әкімнің қызы деп. Өзің ғой солай істеген. Өткенде мектепте талант бір баламен төбелесіп қалды. Сосын екеуін директорға апарды. Сонында кім кінәлі болып шықты? Әрине, анау бала. Ал біздің талант әкімнің баласы болған соң кінәсіз. Шын ба, талант? Солай болды ма? Бұл өтірік айтады, әке. Талант, өтірігіңді айтпа, рас айт. Бұлардан бәрі шығады. Әкімнің қызы мен баласы бәріне үлгі болу керек. Түсіндің ба? Енді. Әкім қайда? Әкім жылы төсегінде ұйықтап жатқан шығар, я? Түсінбедім, сен кімсің? Мен тілшімін. Тілмен жұмыс істеп қоясың ба не? Не айтып тұрсың сен? Осы уақытқа дейін 3 әкімнің былығын ашқам. Осы сендердің әкімді аңдығаннан басқа тым жұмыс жоқ па? Қаланың бір тұрғыны осы әкім туралы жақсы сөз айтса, мұрнымды кесіп берейін. Абайла қарындас, мұрнымнан айылып қалма Майкл Джексон сияқты. Істі соңына дейін жеткізетін болам, қарада тұр. Бүгін тағы кеш келесіз ба? Иә, бүгін жағдайы төмен отбасылармен кездесу. Дұрыс. Сіз жаңа әкім болғасын, бәрінің назары сізде болу керек. Сондықтан жақсылап жұмыс жасау керек. Бәрі сізді жақсы көрсе, міне нағыз әкім сонда боласыз. Құрметті Манас Аманбаевич. Қойш, мені жақсы көреді дейсің бе? Жұртқа тек пәтер, жер керек. Мені қайтсын. Олай ойламаңыз. Қайдан білесіз? Бәрі сіз ойлағандай емес шығар? Мүмкін сіз солай ойлап тұрғанда, қаланың бір шетінде, бір пәтерде сізбен жай кездесуді армандап отырған бір жан бар шығар? Рахмет, жаным. Сәттілік. Туған күніне әкім келетін қыз келе жатыр. Не дедің, келеді ма? Кабинетіне тіке бардың ба? Әлде өз үйіңе келді ме? Менің ойымша, айыру бізбен тек әзілдесті. Ешқандай да әкім келмейді. Мен кеше әкіммен сөйлестім. Сөйтіп, әкімді қалай туған күнге әкелуге болады деп едім. Қатты қарқылдап күлді. Сенің әкең күле берсін.
ал әкім бәрібір келеді. Кеше сөйлестім, келемін деп уәде берді. Оны қалай шақырдың? Хат жаздың ба? Көмекшілеріне айтып жібердің ба әлде? Мүмкін хат жазып, самолетте қылып, ұшырып, үйіне жіберген шығарсың, Қойыңызшы әкім мырза, шынымен айтып тұрсыз ба? Менің осыншама жылдағы еңбегімді бағалағаныңызға рахмет. Сіз мені кәдімгідей әкімнің орынбасары қылып қоймақшысыз ба? Рахмет, әкім мырза. Маған сенгеніңізге рахмет. Мен... Нұржан ағай, қиялдап болдыңыз ба? Әкім шығып жатыр. Машинаны дайындаңыз. Болды. Бүгінгі жоспар не, Манас Аманбаевич? Бүгінгі жоспар жағдайы төмен отбасылармен кездесу. Ал демалыс қашан? Мысал Таиландқа. Сен демалыстан басқа нәрсені ойлайсың ба? Енді демалу керек қой. Өзіне де адам көңіл бөлу керек қой. Халықтың тірлігі ешқашан бітпейді. Біз бұл қалаға демалу үшін келген жоқпыз. Халықпен бірге болу үшін. Сөзіме ренжімеңіз. Кейде сіз тым фанаттанып кететін сияқтысыз. Мысалы, сіз мұқтаж отбасыларға көмектескіңіз келеді. Ал есептейікші, қалада 1 миллион адам тұрады. Соның 300 мыңы мұқтаж отбасы жандар. Сіз күніне 10 мұқтаж отбасыға көмектескеннің өзінде үлгіре алмайсыз бір айда. И то мен жексенбі демалыстар санап отқан жоқпын. Сонда сенің ұсынысың не? Менің ұсынысым халық дей бермей, мысалға демалыс. Халықтың тірлігі ешқашан бітпейді. Жоқ, мен сенімен келісе алмаймын. Мен бұл қалаға жай әкім болып қалғым келмейді. Мен әр тұрғынның сүйікті әкімі болғым келеді. Түсіндің бе? Негізі әкім болу оңай. Бірақ халықтың сүйікті әкім болу мүмкін емес. Сіз біреуге керекпін деп жүрсіз ба? Сізден только үй керек, жер керек, тамақ керек болды. Қайдан білесің? Бәрі ондай емес шығар. Мүмкін бір адам жай ғана әкіммен кездесуді армандап отырған шығар. Что-то журналист қызына еш шығып жатыр. Бір нәрсе дедің бе? Жоқ, Басеке, просто... Қызым, қалың қалай? Сабағың қалай, жаным? Жақсы, анашым, ертең менің туған күнім. Иә, сонымен саған не сыйлайын, жаным, айтшы. Ал сіз орындайсыз ба? Әрине орындаймын, айта ғой. Онда менің туған күніме мына кісіні шақырып беріңізші. Негізгі жаңалықтарынан бастайық. Астана қаласында жаңа әкім болып Алинов Манас Аманбаевич сайланды. Қарағанды облысының бұрынғы басшысы. Тиісті жарлыққа Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қол қойды. Мынау біздің қаламыздың жаңа әкімі ғой, қызым. Саған орындаймын дегенде мұны айтпадым ғой, қызым. Сен де тауыпсың ғой шақыратын адамды. Дизайнер мамандығында Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттік университетінде мемлекеттік және серіктестік басқару мамандығы бойынша құрметті менің достарым, мынау Мардан, біздің досымыз. Барлығына сәлем. Ал мынау Айсұлу, оны білесіздер. Сәлем. Мен сіздерге айттым ғой таңертең Айару деген қыз туралы. Вот, сол сон екен, өзінен сұрадым. Оның туған күніне қаланың жаңа әкімі келеді екен. Әкім келеді деп едің, өзің қақалып атсың. Президент келетін болса не болады? Жай ғана қағалып қалдың. Жақсы онда, кеттік шығайық. Мен көп жаңалықтар естіп жүрмін. Бірақ бұндай жаңалық мен таң қалдырды. Бірақ сен Айсұлу, қақалмашы. Сонда біз бір дастарханда әкіммен бірге отырамыз ба? Міне қызық болады, егер шынымен де әкім келіп қалса. Сен шынымен де әкімнің келетініне сеніп жүрсің ба? Менің ойымша Айару бізге жай ғана айта салды. Мысалы, ол мені көре алмай отыр. Мен де солай ойлаймын. Кім қайда? Айару қайда?
байлап жүрсейші. Кіммен сөйлесіп тұрғанын білесің ба, күшік? Әкімнің орынбасары сияқты сөйлеп тұрсың ғой. Барайыр. Қазіргі жастар вообще қиын болып кетті. Аға, сабағыңды оқыдың ба? Жоқ, оқыған жоқпын. Неге онда телефон шықпап отырсың? Roblox ойнап отырмын ғой. Қазір ойнап болған соң оқимын ғой. Немесе оқымай-ақ қоям. Бәрібір апа екі қоймайды ғой. Неге? Ерекшесің ба? Иә, ерекшем. Әкімнің баласымын ғой. Жарайды, ерекшесің. Қай жерің ерекше? Мұрның үлкен ба? Әлде 4 қолың бар ма? Жоқ, 2. Онда сабағыңды оқы. Әкем де әкім болу үшін оқыды. Жарайды, оқимын. Сен өзің сабақ оқыдың ба? Жоқ, оқымадым. Әкімнің қызы емеспін бе? Ой, бұл, сен қазір ғана маған айттың ғой. Ойнап айттым, сабағымды оқыдым. Сонымен неше адамға үй бердіңіз? Неше адам жерлі болды? Ол оңай шаруа емес. Үй деген жер деген менің қалтамда тұрған нәрсе емес қой, бере салатын. Қарау керек, анализ жасау керек дегендей. Маған дейін бұл қалада біраз жұмыстар жасалған. Енді маған үйренісіп алғанша осындай болады. Бірақ бір нәрсені анық байқадым. Мұқтаж жандар өте көп екен. Бәрінің айтар шағымы бар. Ендігі менің мақсатым қаланың әрбір тұрғынына өз пайдамды тигізу. Нұржан ағай, сіз әкіммен күнде жүресіз ғой? Неге қаланың кептелісін дұрыстатпайсыз? Қызық екен. Зато сен әкімнің ұлысың, өзің неге айтпайсың? Ол мені тыңдамайды ғой? Ол мені де тыңдамайды. Мен саған бір қызық айтайын. Сенің әкең әкім болса әкім шығар. Бірақ сенің әкең қиял. Өйткені ол бүкіл адамдарға көмектесіп келеді. Ол қалай, мүмкін ба? Біз үйдегі 3 балаға зорға көмектесіп жүрміз. Қайдан білесің, мүмкін көмектесетін шығар? Қалай көмектеседі? Бәріне үй беріп, жер беріп, үлгермейсің. Сонда бәріне тек қана үй керек пе? Ең не керек дейсің? Әкім керек дейсің ба? Құрметті әкім мырза, маған сізден үй керек емес. Мен сізбен тек жолықсам болды деп хат жазып, самолет қылып ұшырып жүрмейтін жарайын. Вау, самолет! Ей, мынау қайдан түсті? Нұржан ағай, мынаны маған әперіңізші.
әкіммен бірге тойлаймыз ба? Негізі мен сендерге өтірік айтып жібердім. Ешқандай әкім келмейді. Мен де басқалар сияқты туған күніме жақындарым, үлкен қонақтар келгенін қаладым. Сосын айта салдым. Біз де бәрін білеміз, Аяру. Сенің ойнап айтқаныңды біліп, біз де сенімен ойнадық. Бірақ ештеңе етпейді. Біз бірге болып, туылған күніңді тойлайық. Жарай ма? Мені түсінгендерің үшін рахмет. Біз доспыз ғой, Аяру. Барлық жақсы болады. Әкімді күтпейміз, туған күнді тойлаймыз. Халықпен біргемін дейсіз, бірақ өзіңіз көрінбейсіз. Бірге болсаңыз, мені осынша қинайсыз ба? Мен бой жеткенде сіз сияқты әкім боламын. Сол кезде әрбір қазақтың баласының үйіне кіріп құттықтап шығамын. Міне, осыны халықпен біргемін деп айтуға болады. Хадия, неге телефон шұқылап отырсың, сабағыңды оқымайсың ба? Мен сабағымды баяғыда оқып қойдым. Мен де оқып қойғаным. Әкім болу үшін қандай кітап оқу керек? Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар, әкім болайық. Ондай кітап жоқ қой. Тек қана кел балалар оқулық деген кітап бар ғой. Енді Ыбырай Алтынсарин айтып тұр ғой. Кел балалар оқулық. Оқысаңыз депутат боласың, әкім боласың деп. Бизнесмен боласың деп. Бәрін де оқу керек. Енді сен де оқымайсың ба, телефон шұқылай бермей? Кел балалар, келіңдер. Бәрін шеттеп тыс қалма. Ойын ойнап көріңдер. Аты ұзын ба, қысқа ма? Деп өтік берген Ақыпбек ұлы айтқан ғой. Сен өмірі сөз тауып аласың. Сол үшін оқу керек. Қызым, не істеп отырсың? Біреуді күтіп отырсың ба? Ол шынымен де келмейді. Қызым, тыңдашы, сен әрине әкімді күткенің дұрыс қой, бірақ түсінші. Әкім жоғарыда, біз төмендеміз, қызым. Жоғарыдағылар төмендегілерді байқай бермейді. Олар тіпті біз екеуміздің бар екенімізді де білмейді. Түсінесің ба? Қызым, көңіл күйіңді түсірме. Жүр, туған күн тойлайық. Мен қазір торт апарам. Есесіне сенің жақсы достарың бар. Көңіл көтерейік, жүре ғой, қызым. Жүр. Көрдіңдер ме, әкім келмейді дедім осынерге. Мен оған сөйтіп айттым, білесіңдер ме? Отыра ғой, қызым. Ал құрбым, біз енді кетейік. Кешті болып қалған сияқты. Иә, әкім де сол күйі келмеді. Неге есікке қарап отырсың? Келмейді ол бәрі бір. Балалар, кішкене отырыңдар. Мен қазір торт алып келем. Жоқ, керек емес. Қажет емес. Жақсы, біз онда тұрайық. Аяру, кім келді? Көрдің бе, әкім келді. Сен біреуді шақырдың ба? Қазір есікті ашам. Бұл Аярудың үйі ме екен? Иә, әкім мырза. Кәні, кіре қойыңдар балалар. Жүріңіз, келіңіз. Сәлеметсіздер ме? Аяру қай қыз екен? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Ағалейкум ассалам. Туған күніңмен. Сәлеметсің бе? Ұсталдыңдар ма? Әкім қайда? Не істеп атсың? Түсір мынауыңды. Әкім қайда? Бол, айт тез. Мен бәрін түсіріп тұрмын.
4-ші қабат, 16-ші пәтер. Мен сендерге көрсетем әлі. Оңбаған көрсетем, түсіндіңдер ма? Сіз кімсіз? Сәлеметсіздер ме? Ал құрметті менің достарым, мен сендермен бұл кешті өткізгеніме өте қуаныштымын. Сендер маған өте қатты ұнадыңдар. Бәріңде талантты екенсіңдер. Енді біз нағыз дос боламыз деп ойлаймын. Менің ұлым мен қызыма да нағыз осындай достар керек еді. Ал Аяруға келетін болсақ, сен сондай бақытты жан екенсің. Сенің ұшақ жасап ұшырып жіберген хатыңды оқығанда көңілім босап кетті. Әкімге хат? Құрметті әкім ағай. Сіз мені танымайсыз, бірақ мен сізді танимын. Өйткені мен сізді теледидардан көрдім. Менің атым Аяру. Осы қалада тұрамын. Сіз осы қалаға әкім болғалы, бүкіл халықтың жағдайы жақсарып келе жатыр деп естігенмін. Мектепте солай деп айтады, сізді мақтайды. Ал менің сізге айтайын дегенім, түсінемін, сіздің жұмысыңыз өте көп. Бірақ ертең менің туған күнім еді. Соған сізді шақырайын деп едім. Мен өз достарыма сізді келеді деп алдап қойдым. Енді не істерімді де білмей отырмын. Одан кейін менің анам бар. Ол кісі мектептің еденін жуып, кешке тойханада ыдыс жуады. Сөйтіп мені асырап жүр. Егер сіз менің туған күніме келсеңіз, мен өте қатты қуанып қалар едім. Ал егер келе алмасаңыз, онда сізге ренжімеймін. Құрметпен Аяру деген қызыңыз. Айтпақшы, егер келіп қалатын болсаңыз, мекен жайым Нұр кешені, нөмірі 16-ші пәтер, 4-ші қабат. Балам, мына хатты қайдан алдың? Аспаннан ұшып келді. Тезірек осында келгім келді. Өйткені бұл өмірде әрбір адам өзін күткен жерде қадірлі ғой. Туған күнің құтты болсын, Аяру. Қарындас, мынау сізге. Қайшы, бұл не үшін? Сіздің әдемі мұрныңыз керек. Осы сендердің әкімді аңдығаннан басқа тым жұмыс жоқ ба? Қаланың бір тұрғыны осы әкім туралы жақсы сөз айтса, мұрнымды кесіп берейін. Абайла қарындас, мұрнынан айылып қалма Майкл Джексон сияқты. Кей кезде бәрі біз ойлағандай болмайды екен. Мен ол сізге қанша рет айттым, жолдан тайдырдым. Бірақ халықтың сүйіктісі болу үшін еш нәрсе кедергі болмайды екен. Ал әкімнің сүйікті болу үшін миллиондаған адам жинап митингке шығудың қажет жоқ. Әкімнің қандай екен,
осы іс әрекетінен байқауға болады. Армандар орындалады екен. Мен бұған сенбейтін едім, енді сеніп бастадым. Мысалы, Айару алдыда хат жазып еді, арманы орындалды. Тіпті әкімнің өзі келіп, мәссаған, туған күн құттықтап кетті ғой ә. Сенер емес жағдай болды. Демек, менде де мүмкіндік бар. Менде арманым бар. Мен фирма ашып, кедейлерге көмектескім келеді. Кедейлерге көмектессем, жақсы болады. Жақсы істер жасаймын. Бірақ фирма ашу үшін маған тек бір-ақ адам көмектеседі. Ол кім болуы мүмкін? Әрине, ол Қасым-Жомарт мырза. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною года детей дать старт принципиально новой программе «Национальный фонд детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.